Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсәуле және бүгін біз IELTS емтиханының райтинг бөліміне дайындықты бастаймыз. Өткен сабақтарда айтқандай, райтинг бөлімі екі бөлімнен тұрады. Яғни task 1 және task 2. Task 1-да біз бірінші эссе жазамыз, онда бізге графиктер және диаграммалар беріледі. Онда диаграммалар және графиктерді біз 150 сөзбен толтыруымыз, яғни 150 сөзбен суреттеуіміз қажет. Негізі жалпылама райтингке тоқталатын болсақ, райтингтің мақсаты неде? Ол дегеніміз біздің емтихан алушылар үшін біз өз ойымызды ағылшын тілінде қалай жеткізетінімізді, яғни қағаз бетіне қалай жазатынымызды анықтау. Сіздерге райтингке бар жоғы 1 сағат уақыт беріледі. Осы 1 сағаттың ішінде сіздер 2 эссені жазып үлгерулеріңіз қажет. Бірақ менің сіздерге кеңесім, бірінші эссеге 1 сағаттың 20 минутын бөліп, екінші эссеге 40 минутын бөліңіз. Екінші эссе ол бүкіл бағаның 3-тен 2 бөлігін құраса, бірінші эссе 3-тен 1 бөлігін ғана құрайды. Сол себепті екінші эссеге уақытыңызды көбірек бөлгеніңіз дұрыс деп санаймын. Бірақ егер сіздер бірінші эссеге 15 минут бөліп, екінші эссеге 25 минуттарыңызды бөлетін болсаңыздар, мұнда тұрған ештеңе жоқ. Тек жазуларыңыздың, эсселеріңіздің сапасы жоғары болса болғаны. Екі эсседе мынандай 4 критерий бойынша бағаланады. Біріншісі task achievement, яғни онда сіз басты сұраққа жауап бердіңіз бе. Екіншісі coherence and cohesion, яғни сіздер сөйлемдер мен параграфтерді қаншалықты дұрыс ұйқастырып байланыстырасыздар. Үшіншісі lexical range, яғни сіздің сөздік қорыңыз. Ол дегеніміз сіз ағылшын тілінде қанша сөзді білетініңізді анықтау үшін. Және IELTS-та керек болатын сөздерді сіз vocabulary for rating part 1 парағынан іздеп көре аласыздар. Және келесі төртінші критерий ол grammar range and accuracy, яғни грамматика мен пунктуация. Ол дегеніміз сіз үтір нүктені қалай қойғандығыңызды анықтау үшін беріледі. Мына графиктен сіздер эссенің қалай бағаланатынын анығырақ біле аласыздар. Сонымен бірінші эсседе сіздерге мынандай графиктерді немесе диаграммаларды суреттеу қажет болады. Ал сіздің міндетіңіз берілген графикті 150 сөзбен суреттеп сипаттау. Ол 150 сөзді 3-4 параграфке бөлгеніңіз абзал. Яғни бірінші бөлім ол кіріспе бөліміне 1 параграф арнасаңыз жеткілікті. Екінші бөлім негізгі бөлім, яғни оған 1 немесе 2 параграф берсеңіз болады. Ал үшінші бөлім қорытындылаған 1 параграф жетеді деп ойлаймын. Бірақ бірінші эссеге сіз қорытынды жазбасаңыз да болады. Бұл өз еркіңіз. Эссе жазуды бастамас бұрын алдымен тапсырманы жақсылап оқып, графиктерді түсініп, кейіннен параграфтерге қалай бөлетініңізді жоспарлап алғаныңыз жөн. Осы 2-3 минут жоспардан кейін барып эссе жазуға кіріскеніңіз абзал. Сіз қандай тренд көріп тұрсыз? Графикте ең бірінші көзге түсетін не? Графикте берілген ең үлкен және ең кішік көрсеткіштер қандай? Соның барлығына жақсылап мән беріңіздер. Достар, менің бүгінге айтатыным осы. Ал келесі сабақта біз эссе жазуға, яғни бірінші эссені жазуға толығымен кірісетін боламыз. Ал сіздерге мені тыңдағандарыңыз үшін рахмет.